Қайырлы күн баршамызға. Бүгін сіздерге осындай әдемі, тартымды және де салмасы ерекше чебурек рецебін анам ұсынады. Қамырын әдеттегідей иленген ұн, жұмыртқа және де тұзды су құйып илейміз. Суды мөлшерлейміз ұнымыздың көлеміне қарай. Жақсылап қамыр илеп аламыз, жұмсақтау етіп. Иленген нанымызға салафан кидіріп, тындыруға қоямыз. Ендігі салмасын жасаймыз. Салмасын қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Бізде тауықтың қарындары мясорубкадан өткізілген және де сарымсақты ұсақтап турап, дәміне қарай тұз бұрышын салдық. Ендігі дайын тынған қамырымызды видеодағыдай етіп дайындап аламыз. Чебурегіміздің көлемі үлкен емес, осындай кішкентай көлемде алып отырмыз. Жегенімізге ыңғайлы және де өте әдемі көрінеді. Толықтай жақсылап бітеп аламыз және де вилканың ұштарымен басып қоямыз. Мінекей барлығын дайындап алдық. Ендігі қызып тұрған майға чебуректерімізді біртіндеп пісіреміз. Чебуректерімізді салып болғаннан кейін оттың астын басын қараймыз. Ішіндегі салмасы толығымен пісу үшін. Мінекей чебуректеріміз дайын болды. Салмасы да ерекше. Міндетті түрде жасап, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айман, каналыма тіркеліп қойыңыздар.